Саламатсыздар ма оқушылар? Бүгінгі биология сабағын бастайық. Өткен сабақта біз ас қорыту мүшелерін өттік. Яғни ауыздағы астың қорытылуы. Ауыз қуысы немесе ауыз бұл ас қорыту жүйесінің тамақ қабылдау нүктесі. Ауызға келіп түскен тағам мұнда 15-30 секундтай кідіреді. Осы уақыт ішінде тағам шайналып, ұсатталады, сілемейге шыланып, жұмсарады. Астың дәмі физикалық қасиеттер туралы мағлұмат алынады. Біз өткен сабақта осы ауыздағы астың қорытылуы. Ал осы ас қорыту мүшелеріне не жатады балдар? Сұрақ сіздерге. Ас қорыту мүшелеріне, дұрыс, ауыз қуысы, яғни өңеш, жұтқыншақ, ауыз қуысындағы бездер жатады екен, балдар, Ал енді бүгінгі өтетін сабақтың тақырыбы бізде омыртқасыз және омыртқалы жануарлардың ас қорыту жүйелері. Сабақтың мақсаты омыртқасыздар жауын құрт пен күйіс қайтаратын малдар, сиыр және адамның ас қорыту жүйесінің құрылысын салыстыру. Жануарлардың ас қорыту жүйелеріндегі ерекшеліктердің себебін түсіндіру. Яғни сіздер мына жерде суретте көріп отқандай шұбалшанның ас қорыту жүйесі, сиырдың ас қорыту жүйесі, адамның ас қорыту жүйесі. Өткен сабақта біз ас қорыту жүйесін өткен кезде тағам арқылы организмге энергиялық және пластикалық материалдар түседі. Қоректі заттар ас қорыту жолында механикалық және химиялық өңдеуге ұшырайды. Ас қорыту барысында ірі молекула органикалық заттар жай заттарға мономерге айналып, олардың қан лимфаға сіңіп организмдерде пайдаланады. Осы шұбалшанға келетін болсақ, жауын құрттың ауыз қуысының сілекей безі, жұтқыншақ, жемсау, қарын, ішек жатады екен, балдар. Біздегі мынау күйіс қайтаратын сиырға келетін болсақ, бізде бүгінгі өтетінде өсімдіктер қоректенетін ірі күйіс қайтарылатын құс қоректілердің қарны 4 бөлімді болады екен. Өңештен қарынға ең үлкен бөлігі тас қарынға түсіп, онда сілемейлі әрі түрлі бактериялардың әрекетінен ашып қабырғасы ұяшықтанған жұмыртқаға өтеді, балдар. Осы суреттерге қарап, балдар, үш түрлі ас қорыту жүйесінің ерекшеліктері, шұбалшанның жаңағы суретте қарағандай шұбалшанның ас қорыту жүйесі, сиырдың ас қорыту жүйесі, адамның ас қорыту жүйесі, әрбір ас қорыту жүйелерін сипаттау критерийлер. Ас қорыту жүйесіндегі орналасқан мүшелерді атау, әр мүшеде жүрілетін процесті атау, мүшенің құрылыс ерекшеліктерін жануарлардың қорек түрімен байланысын түсіндіру. Осы үш түрлі ас қорыту жүйесін салыстыру арқылы біз постер, кластер, сызба, комикс кітапшасы, ермек қағаз үлгісін пайдаланайық. Ең соңында рефлексия, мен білдім, мен не үйрендім, мен тағы да не қарастырамын дегендей. Ал бүгінгі үй тапсырмасы бізде жануарлардың ас қорыту жүйелерінің ерекшеліктері туралы кластер құру. Ал оқушылар сау болыңыздар.